сәлеметсіз бе? Назарыңызға шұғыла демеушілік және қайырымдылық бағдарламасы шеңберіндегі конкурсқа қатысуға өтінім беру жөніндегі бейне нұсқаулықты ұсынамыз. Қалай табуға болады? www.ncoc.kz сайтын ашыңыз. Тұрақты даму бөліміне өтіп, әлеуметтік сала қосымша бетін таңдаңыз. Ашылған беттің оң жағындағы бағаннан демеушілік және қайырымдылық қосымша бетіне өтіңіз. Енді сіз шұғыла бағдарламасының бетін аштыңыз. Өтінім беру критерийлерімен мұқият танысып алған жөн. Бастапқы шарттары қандай? Өтінім беру үшін өтінім беру қосымша бетін ашып, 3 қысқа сұрақтан тұратын негізгі критерийлерге сәйкестікті анықтайтын сауалнамадан өтіңіз. Өтінімді қалай беру керек? Егер жобаңыз бағдарламаның негізгі критерийлеріне сай келсе және сауалнамадан ойдағыдай өтсеңіз, құжаттарыңызды қарау үшін ұсыныңыз. Ол үшін бірінші қадам. Демеушілік көмек туралы жазбаша өтінім нысанын жүктеп алыңыз, оны толтырыңыз, қол қойыңыз және сканерлеңіз. Екінші қадам. Қайырымдылық алушының мәлімдемесі нысанын жүктеп алыңыз, оны толтырыңыз, қол қойыңыз және сканерлеңіз. Үшінші қадам. Талап етілген барлық құрылтай құжаттарының көшірмелерін тіркеңіз. Төртінші қадам. Біріншіден үшінші тармақтар арасында аталған құжаттардың барлығын тіркеңіз және бізге Community iCloud таңбасы ncoc.kz электрондық адресіне жолдаңыз. Хатта демеушілікке ұсынылған жоба деген тақырыпты жазу керек. Жолданатын файлдардың жалпы көлемі 10 мегабайттан аспауы керектігіне аса мән беріңіз. Жобаңыз 4 бағыттың біріне сәйкес болуы тиіс. Әлеуметтік кәсіпкерлік, денсаулық, еңбек қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау саласындағы бағдарлама, адами капиталды дамыту STEM, қайырымдылық. Конкурсқа қандай ұйымдар қатыса алады? Үкіметтік емес ұйымдар, коммерциялық емес ұйымдар, волонтерлік немесе қоғамдық ұйымдар, мемлекеттік мекемелер. Біз келесідей жобаларды қарастырмаймыз. Атырау немесе Маңғыстау облыстарында жүзеге асырылмайтын, саяси немесе әскери ұйымдарды қолдайтын, жеке тұлғаларға көмек көрсетуді көздейтін, коммерциялық пайдасы бар, жөндеу құрылыс жұмыстарының шығыстарын көздейтін, мерзімінде төленбеген салықтарға, алымдарға, айыппұлдарға, өсімпұлдарға, коммуналдық қызметтерге, жалдауға және басқа да шығындарды көздейтін, түрлі іс-шараларға, сапарларды көздейтін. Маңызды, өтінімді конкурстың ашылуы туралы хабарландыруда көрсетілген кезеңде жіберу қажет. Хабарландыру NCOC компаниясының сайтында және әлеуметтік желілерінде жарияланады. Сұрақтарыңыз болса, бізге Community iCloud таңбасы ncoc.kz адресіне жазыңыз.